Ағылшын тыңшысының мойындаулары. Бірінші бөлім. Хемфер былай дейді: Ұлыбритания еліміз ұлан байтақ ел. Күн мемлекетіміздің құрамындағы шығыс теңіздерінің үстінен көтеріліп, тағы бізге тәуелді батыс теңіздерінің үстінен батады. Мемлекетіміз әзірге Үндістан, Қытай және таяу шығыстағы колонияларында азып әлсіздеу болып тұр. Бұл мемлекеттер толығымен біздің қарамағымызда емес, бірақ бұл жерлерде өз үстемдігімізді орнату үшін белсенді саясат жүргізудеміз. Атқарылған қыруар еңбектердің нәтижесінде жуық арада барлығы қол астымызға өтпек. Бұл жерде екі нәрсеге қатты мән беруіміз керек. Олар: бірінші, отарлап алған жерлерден айырылып қалмау; екі, басқа жерлерде де отарлау саясатын жүргізу. Отарлау министрлігі осы екі мақсатты жүзеге асыру үшін арнайы жоспарлар, комиссиялар құрған. Осы министрлікке жұмысқа кіргенімде министрдің өзі сенім артып, маған Шығыс Үндістан фирмасында міндет жүктеді. Бұл серіктестік сырттай қарағанда Үндістанда сауда-саттықпен айналысатын сауда фирмасы еді. Ал негізгі мақсаты Үндістанның кең жерлерін отарлау, иелену жолдарын зерттеу болатын. Үкіметіміздің Үндістанды еш уайымдамайтын еді. Өйткені Үндістан түрлі ұлт және дін өкілдерінен, көп тілді және әртүрлі қарама-қайшы мақсаттардағы халықтардан құралған өлке болатын. Қытайдан да қорықпайтын едік. Өйткені Қытайда басым көпшіліктің ұстанған буддизм және конфуцизм діндері өмірімен еш байланысы жоқ өлі сипатқа ие діндер. Өлі сипатқа ие діндер. Өлі дінге сүйенетін халықтардың отанға сүйіспеншілік деген ұғымдардан ұзақ болатыны да сөзсіз. Бұл екі мемлекет Англия үшін ешбір қорқыныш тудырмайтын, әйтсе де болуы ықтимал құбылыстарды да көзімізден таза қалдырмайтын едік. Бұл өлкелерде сепаратистік әрекеттер, сауатсыздық, жоқшылық, жұқпалы ауруларды тарату үшін ұзақ мерзімді жоспарлар үстінде жұмыс істеуде едік. Осы екі мемлекеттің әдеп ғұрыптарына мойынсұна отырып, өз ниеттерімізді халықтың көзінен жасырып жүрдік. Бізді аса мазалап тұрған елдер ислам мемлекеттері еді. Ауру адаммен, бұл жерде ауру адам деп тұрғаны Түркия мемлекеті, яғни Осман мемлекетін меңзеп отыр. Біздің пайдамызға болған бірнеше келісім сөзге қол қойдық. Отарлау министрлігіндегі тәжірибелі қызметкерлеріміздің болжауы бойынша бұл ауру адам, жоғарыда айтып өттік, ауру адам дегені тек Түркия мемлекетін айтып отыр. Бір ғасыр ішінде жан беру керек, яғни құлатуды айтып жатыр. Иран мемлекетімен де жасырын бірнеше келісімшарт жасасып, осы екі мемлекеттің ел басқару қызметтеріне біздің тәрбиемізді көрген масон болған адамдарды отырғыздық. Парақорлық, ел басқаруда селқостық көрсету және діни білімі жоқ басшылардың әйелдерімен көңілдес болып өздерінің жауапкершіліктерін, міндеттерін ұмытқандықтары бұл екі мемлекеттің тамырына балта шапты. Десек те, төмендегі себептерге байланысты күткен нәтиженің оңды болмауынан қорқатымыз. Бірінші, мұсылмандар дініне өте берік болып келеді. Әрбір мұсылман біздің поптарымыздан да артық өз діндеріне бекем байланған. Поптардың жаны шықса да христиандығы шықпайтыны белгілі. Мұсылмандардың ең қауіптілері Ирандағы шииттер, өйткені олар шиит болмағандарды кәпір әрі лас деп санайды. Шииттер христиан дін өкілдеріне өте қатты жек көріп, тіпті адамзат қатарына да жатқызбайтын. Бір күні шииттердің біреуінен: сендер неге христиандарға осындай көзқараспен қарайсыңдар деп сұрадым. Ислам дінінің пайғамбары өте ұлы тұлға болатын. Кәпірлердің хақ жолға кіруі және ислам дінін қабылдауы үшін оларға рухани қысым көрсететін еді. Бұл шииттің Хемферге берген жауабы, және бұл жерде шиит өте өрескел қателік жіберіп,
сүннит мұсылмандарға және пайғамбарға жала жауып отыр. Рухани қысым көрсетеді дейді. Яғни Құранда Бақара сөзінде аят бар, дінде зорлық жоқ деп. Біреуді қинап зорлап дінге кіргізу ол мүмкін емес. Ислам бұған қарсы. Бұл жерде шиит осы дінге, сүнниттерге қарсы жалпы жала жауып отыр. Мемлекет жүйесінде де егер де бір адамды қауіпті деп тапса, оны өз жолынан қайтпайынша қысым көрсетіп қамауға алады. Және тағы бір жала жауып отыр. Шииттердің лас дегенде рухани ластық болып, тек христиандарды ғана қамтымайды. Оның ішінде сүннит мұсылмандарды да және басқа кәпірлерді де кіргізеді. Ежелгі Ирандағы мәжусилерді де біз лас, нәжіс деп санаймыз деп жауап берді. Жақсы, сүннит мұсылмандар мен христиандар да Құдайға, пайғамбарға және қиямет күніне сенеді. Оларды неліктен лас және нәжіс деп есептейсіңдер деген сұрағыма төмендегідей жауап берді. Екі себепке байланысты олар лас болып есептелінеді. Біріншісі, сүнниттер Хазіреті Мұхаммед пайғамбарды өтірікші дейді. Бұл жерде алып өз сақтасын. Сүнниттер ешқашан пайғамбарға өтірікші деп жала жапқан емес. Бұл шииттің сүнниттерге жасаған үлкен жаласы. Сондықтан да саған зұлымдық істегенге сен де зұлымдық жасай аласың деген ережеге байланысты оларға өздері нәжіс, лассыңдар дейміз. Екіншісі, христиандар Аллахқа, пайғамбарына құрмет көрсетпейді, тіл тигізеді. Мәселен, Иса алейхиссалам шарап ішкен, балғын болғандығынан крестке асып тастаған дейді. Бұл жерде де шиит жала жауып отыр. Бұл нәрсе адамды діннен шығарып жіберу қаупі де бар. Енді Хемфер сөзін жалғаплай дейді. Оның жауабы мені таң қалдырды. Оған христиандар олай демейді ғой дегенімде, жоқ, сен білмейсің. Айтқандарым китабы мұқаттасатта деп айтты. Яғни Інжілде жазулы деді. Мен үндемедім, өйткені ол кісі екіншісінде болмаса да біріншісінде дұрыс айтқан еді. Әңгімені осы жерде тоқтатуға тура келді. Өйткені киімім мұсылманша болғанымен пікірлерімнен күдіктенуі мүмкін еді. Сондықтан үнемі пікірталастан ұзақ тұрдым. Екінші, ислам шариғаты бір замандары бүкіл әлемге үстемдігін жүргізген дін болатын. Мұсылмандар да құрметке ие болған. Осы құрметті адамдарға енді сендер құлсыңдар деу қиынға соғады. Ислам тарихын жамандап, бір замандар қол жеткізген абыройларын сол дәуірлердің қолайлы шарттарынан туындаған еді. Қазір заман да шарттарды өзгерді. Ол күндердің қайтып келуі мүмкін емес деуге де болмайды. Үшінші, Османлы мемлекетінің және ирандықтардың біздің жоспарларымызды біліп қойып, шара қолданып біздерге кедергі болуынан қатты қорқатынбыз. Негізінде бұл екі держава әлсіреген жағдайда болатын. Бірақ дүние мүлік қару-жарақ және орталықтанған авторитарлық басқармасы жүйесі мықты үкіметтің бір болуы біздерге сенімді болуға кедергі болатын. Төртінші, ислам ғалымдары да бізді қатты қобалжытатын. Өйткені Стамбулда Әл-Асқар ғалымдары, Ирак және Шам ғалымдары жоспарларымыздың алдын бөгеп отыратын. Асқар таулардай көрінетін біздерге. Олар дүниенің өткінші мүлкіне қызықпайтын. Құран кәрімнің уәде еткен жәннетін аңсаған, өзінің ұстанған жолынан қайтпайтын, имандары қуатты ғұламалар еді. Халық олардың айтқанымен жүретін. Тіпті сұлтан патшалардың өздері де олардан тайсалатын еді. Сүнниттер, шииттер сияқты ғалымдарына қатты сүйенбеген, бірақ шииттер кітап оқымайтын, тек ғалымдардан ғана танитын. Ал сұлтан патшаларға лайықты құрмет көрсетпейтін еді. Ал сүнниттер білімге көңіл бөліп, көп оқитын, ғалымдар мен сұлтандарға қатты құрмет көрсететін еді. Осы жағдайларды шешу жолында бірнеше рет жиналыс жасадық, бірақ бұл жолы да өте көп кедергілерге тап болдық. Тыңшыларымыздан келіп тұрған рапорттар көңілден шығарлықтай болмаса да үмітімізді үзбейтінбіз. Өйткені біз сабыр етуге тәрбиеленгенбіз. Бір жиналысымызға министрдің өзі және үлкен дәрежелі поптар мен бір қатар салалардан мамандар жиналып 20 кісі қатысқан едік. 3 сағатқа созылған бұл жиналыстан ешқандай нәтиже шықпады. Алайда поптардың біреуі көңілдерінің түспесін, христиан діні де
300 жылдан зұлымдық көргеннен кейін әлемге тарады. Иса Масих бізге ана дүниеден медет беріп, 300 жылдан кейін болса да кәпірлерден, яғни мұсылмандарды айтып жатыр кәпір деп, үстем түсерміз деген үміттемін. Біз қуатты иман және сабырлыққа жүгінуіміз керек. Билікті қолға алу үшін бүкіл шаралардың бәрін қолданып көруіміз керек. Христиандықты мұсылмандардың арасына жаюға тырысу керек. Мақсатымызға бірнеше ғасырдан кейін жетсек те үлкен табыс болады. Өйткені әкелер балалары үшін еңбек етеді деп айтты. Отарлау министрлігінде Ұлыбританиямен бірге Франциядан, Ресейден дипломат және де дін адамдары қатысқан конференция болып өтті. Министрмен қарым-қатынасым жақсы болғандықтан бұл конференцияға қатысуға рұқсат берді. Жиында мұсылмандардың арасына іріткі салып, Испаниядағыдай діндерінен шығарып, иманға келтіру, яғни шоқындыруды, яғни өз діндерін өткізуді айтып жатыр. Шоқындыру жолдары қарастырылды, бірақ алынған нәтижелер қанағаттанарлықтай болмады. Сол конференцияда келісілген барлық әңгімені Иля Малакутул Масих атты кітабына жаздым. Тамыры тереңге кеткен үлкен ағаштарды түбінен жұлып алып тастау өте қиын, бірақ біз барлық қиыншылықтарды да жеңе білуіміз керек. Христиан діні әлемге тарау үшін, билік жүргізу үшін келген, бұны бізге Иса Масих уәде еткен. Кезінде Мұхаммедке сол заманның өте ауыр шарттары қолайлы болып, дінін таратып алған еді. Бүгінгі таңда ондай жаман шарттар жоғалуға және өзімізбен бірге ислам деген пәлекетті де басымыздан аулақ әкетуге бет алды. Министрлігіміздің және басқа да христиан өкіметтерінің атқарған еңбектерінің нәтижесінде мұсылмандар барған сайын артта қала бастады. Ал христиандар керісінше күшейді. Ғасырлардан бері айырылып қалған жерлерімізді қайтарып алудың кезегі келді. Ислам дінін жоюға біздің Ұлыбритания мемлекетіміз басшылық етуде.